Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін сіздермен бірге біз өз мамандығыңды тани білесің бе атты шебер сыныбымызды өткіземіз. Ал енді қазір бір-бірімізбен танысу үшін қолымдағы менің гүл шоғын бір-бірімізге бере отыра, әркім өзінің аты жөнін айтып өтеді және тілегін айтып өтсін. Мен Қобыланова Алима Реджепқызы, нөмірі 46 Балбұлақ балабақшасының әдіскерімін. Мен бұл мамандықты таңдаған себебім, мен балалар жанын, адам жанын түсінуге өте құмармын және жаныммен сүйемін. Сондықтан да мен бұл мамандықты таңдадым. Ал енді бүгін барлықтарына сәттілік. Рахмет. Мен Абекенова Ақзер Түгелбайқызы. Мен тәрбиешімін. Мен тәрбиешіні таңдаған себебім, балалармен жұмыс жасағанда жаным сүйеді. Сондықтан тәрбиеші мамандығын таңдадым. Сіздерге де шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет. Мен Залила Жадыра Жақашқызы. Осы балабақшада тәрбиеші болып жұмыс істеймін. Мамандықты таңдаған себебім, балаларды өте қатты жақсы көремін. Жұмыстастарыма шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет, Жадыра. Мен есімім Гүлесизова Саида Казихановна. Балбұлақ балабақшасында қазақ тілі пәнінің мұғалімімін. Бұл мамандықты таңдаудағы ең алдымен себебім балалардың қазақ тілінде сөйлеу, тіл дамыту құзыретін арттыру мақсатында бағыт-бағдар бергім келеді. Ал бүгінгі шеберлік сыныбымыз сәтті өтеді деп тілектеспін. Мен Асқарова Әсел Асқарқызы, мамандығым тәрбиеші. Бұл мамандықты таңдаған себебім балалардың жанын түсінемін, балаларды жақсы көремін. Сондықтан бұл мамандықты таңдадым. Істеріңізге сәттілік, еңбектеріңізге жемісті болуын тілеймін. Мен Құрманғазина Гүлшат Құрманғазықызы. Бұл мамандықты балалармен жұмыс жасағандықтан таңдадым. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет. Мен Душамова Дінагүл Ахметжанқызы, осы балабақшада тәрбиеші болып жұмыс жасаймын. Және де мен бұл мамандықты таңдаған себебім бүлдіршіндердің тілін тез тіл табыса аламын бүлдіршінмен және тілін түсінемін, яғни жан дүниесін түсінемін деп мен бұл мамандықты таңдадым. Бүгінгі шебер сыныпқа барлықтарыңызға сәттілік тілеймін, жұмыстарыңызға шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет. Ал енді құрметті әріптестер, барлықтарына сәттілік, жұмысқа кірісейік. Құрметті әріптестер, бүгінгі шебер сыныбымызда өз мамандығымызды тани білеміз бе деген тақырыпта өткізе отырып, біздің ең негізгі мамандығымызға қажетті сөзіміздің кілтін табуымыз керек. Сондықтан бірінші тапсырма сіздерде стандарт бойынша, білім беру стандарты бойынша кроссворд шешуіміз керек. Сұрақтардың барлықтары алдарыңызда. Қазір мен сіздерге сол сұрақтарды бір-бірден оқып беремін. Егер түсініксіз болса, алдарыңызда тағы да сұрақтар бар. Және кім жауап береді? Қол көтереміз, тақтаға шығып, тақтадағы кроссвордты жазамыз. Тәрбиеленушілердің дайындық деңгейіне қойылады, мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту мазмұнына қойылады және оқу жүктемесінің ең жоғарғы көлеміне қойылады. Айтыңыз. Жауабы талаптар. Рахмет. Екінші біздің сұрағымыз қатынас білім саласына жататын оқу іс-әрекеті. Тіл дамыту. Иә, дұрыс. Тіл дамыту. Қай білім беру саласы өнер туралы қарапайым түсініктерді қалыптастыруды, фольклорды қабылдауды, балалардың өзіндік шығармашылық қызметін іске асыруын қамтиды? Айта қойыңыз. Шығармашылық. Өте жақсы.
шығармашылық. Келесі сұрақ. Шығармашылық білім саласына жататын оқу іс-әрекеті. Айтыңыз. мүсіндеу, Өте жақсы. Мүсіндеу. Біздің сұрақ, құрастыру бөлімі қай саладан? таным саласы. Өте жақсы. таным. Дене шынықтыру оқу іс-әрекеті қай білім саласына жатады? Денсаулық. Дұрыс. Денсаулық. Келесі сұрақ. Қоғамда өзін ұстаудың адамгершілік нормаларын, сондай-ақ жалпы адамзаттық құндылықтарды меңгеруді, қоғамда, табиғатта мінез-құлықтарын тәрбиелейтін білім саласының бірі. Әлеумет. Жақсы, келіңіз. Әлеумет. Мектепке дейінгі мекемелер бағынатын құжат. Стандарт. Өте жақсы. Өте дұрыс таптыңыз. Келіп жаза қойыңыз. Стандарт. Тамаша. Енді Ақсер Төбелбайқызы, біздің келесі тапсырмамыздың кілті қандай сөз екен? Пішіндер. Жақсы. Құрметті әріптестер, енді пішіндер сөзіне кілтін таптық. Келесі тапсырманың пішіндер сөзі болды. Енді алдарыңызда пішіндер бар. Сіздің қатардағы әріптестерім бір пішін құрастырасыз, яғни олар түрлі түсті, бірақ бір пішін шығу керек. Ал мына жақтағы әріптестерім айтатын, бірігіп отырып, сіздер де түрлі түсті пішіндерден бір пішінді құрастырасыздар. Іске сәт. Өте тамаша, құрметті әріптестер, өте жақсы. Ал енді осы пішіндерді келесі бетіне аударайық. Тамаша. Оқи қойыңыз. Балаға берілген бірінші тәрбие ата-анасын, туысын, жолдасын сыйлауға үйретуден басталады. Жақсы. Сіздердің сөздеріңіз? Ел болам десең, бесігіңді түзе. Мұхтар Әуезов. Жақсы. Өте тамаша. Ал енді құрметті әріптестер, қазір біз сіздермен бірге
тәрбиеші қандай болу керек атты нақыл сөздерді байланыстыра отырып қандай болу керек пікірталас жүргізейік. Қане, кімнің қандай ойы бар? Тәрбиеші қандай болу керек? шығармашыл, жан жақты, шыдамды, Тағы? сабырлы, Өте жақсы. төзімді, Тағы? ақжарқын, ашық. баламен тез тіл табысатын. Өте жақсы. Керемет, бүгін жауап алдым. Енді мен сіздерге қазір бір жағдаятты оқып беремін. Бұл жағдаятта кез келген тәрбиеші шырағалы балаға қандай жауап қатады, немесе тіл қатады. Соны көрсетулеріңіз керек. Қазір мен сіздерге жағдаятты оқимын, мұқият тыңдаңыздар. Оқу қызметі басталып кетті. Сіз балаларға тақырыпты түсіндіріп жатырсыз. Есік ашылып, топқа ең тентек бала кірді. Әртүрлі ышарамен, яғни әртүрлі реакциямен деп айтамыз ғой, қабылдадық. Соны кім қалай көрсете алады? Тентек бала топқа кірді. Сіздің ойыңызша тентек бала. Кеш қалып келді. Оқу қызметі болып жатыр. Яғни енді балалардың, жаңа топтағы балалардың назарын өзіме аударып, балалар қанекей маған қарайықшы, тынышталайық деп, бізге, мысалы, атын Айдос деп қояйық, Айдос кішкене кешігіп қалып кетті, ештеңе етпес бала, қанекей Айдос орныңа отыра ғой деп, орнына отырғызып. Жақсы, бұл бір нұсқа дейік. Тағы басқаша, енді сіздер түсініңіздер менің сұрағымды. Шырағып қалып, мысалға, жақтырмай, ренжулі, қуанышты, сондай кейіппенен сіз балаға қалай жауап үн қатар едіңіз? Айтыңыз. Баланың атын Рауан деп алайын. Мен қуанышты күйде жеткізгім келеді, мысалға. О, Рауан, сен бүгін келдің бе? Қанекей орнына жайғаса ғой деген сияқты, оны көргенмен қуанышты екенін жеткізіп, отырғыз жіберіп орнына. Рахмет. Өте тамаша, жақсы жауап бердіңіздер, рахмет сіздерге. Ал енді келесі біздің тапсырмамыз, бүгін біз өзіміздің қандай тәрбиеші, қандай маман екенімізді көрсетіп келе жатырмыз. Өте жақсы, көңілім бітіп келе жатыр сіздерге. Енді келесі біздің тапсырмамыз, сіздерге мен қазір өзімді тексер, яғни сіздердің есте сақтау қабілеттеріңіз, көру қабілеттеріңіздің қаншалықты дамығандығын бақылауымыз керек. Яғни қазір ғана біздердің сөз арасында айтылған бала тәрбиесіне байланысты бірнеше сөздер айтамын, сөз тіркестерін. Соны сіздер мұқият тыңдап алыңыздар да, немесе менің айтып жатқанымды тез жазып аламыз ретімен, сосын сіздер соны маған оқып бересіздер. Бастадық. Топ, бала, тәрбие, әке, ана, отбасы, балабақша, тәрбиеші, тәрбие, қалам, қағаз, ойыншықтар, тәрбиеленуші және ән саз залы. Ал кім болды, кім дайын? Топ, бала, тәрбие, әке, ана, отбасы, балабақша, тәрбиеші, тәрбие, қалам, қағаз, ойыншықтар, тәрбиеленуші, ән саз залы. Өте тамаша. Сіз қанша екен санаңызшы? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Тамаша. 14. Сіз оқыңызшы. Салыстырыңыз, сіздікі дұрыс. Топ, бала, тәрбие, әке, ана, отбасы, балабақша, тәрбиеші, тәрбие, қалам, қағаз, ойыншықтар, тәрбиеленуші, ән саз залы. Тамаша. Сіз ары қарай оқыңызшы. Жадыра, Шақаш қызы. Топ, бала, тәрбие, әке, ана, отбасы, балабақша, тәрбиеші, тәрбие, қалам, қағаз, ойыншықтар, тәрбиеленуші, ән саз залы. Тамаша. Өте керемет.
бүгінгі бұл тапсырманы да сіздер мұқият жақсы орындап шықтыңыздар, мұқият тыңдап. Енді әріптестер, алдарыңызда қағазда сөз бар. Бұл сөз қандай сөз? Қанағаттандырылмағандықтарыңыздан. Яғни бұл 33 әріптен дыбыстан тұрады. Қазір сол сөзден бірнеше сөз шығарып жазамыз және ойлап шығарған, яғни содан шыққан сөздерге біз жұмбақ, мақал-мәтел, нақыл сөздер айтамыз. Қайын тездетіп жазалар. Сіздерге 2 минут уақыт беріледі. Ал, аяқтадық па, құрметті әріптестер? Енді кім дайын? Кім оқиды? Ана, аға, ата, маған, тар, аңыз, нан, адам, ар, ағаттық, арыз, қазан, қанат, қан. Тамаша. Тағы кімде? Қанағат, таным, маңызды, алматы, алма, марат, аңыз, тарақ, қатар, мата, қарыз. Тамаша. Тағы кімде қандай жаңаша сөз бар? Айтылмай қалған. Дана, дара, қатар, надан. Талғам, аңыз, ара. Тағы кімде? Бәрі айтылды ғой, иә? Өте тамаша, керемет. Әріптестер, енді осы құраған сөзден шыққан сөздеріңіздің ішінде қандай сөздерге мақал-мәтел, нақыл сөздер, немесе жұмбақтар құрастырдыңыздар? Ата көрген оғжан жонар, ана көрген томши. Тамаша, айтыңыз. Ас атасынан. Жарайсыз. Ағасы бардың жағасы бар, інісі бар, тынысы бар. Өте жақсы. Тамаша. Абай атамыздың 5 асыл сөзінің бірі қанағат. Иә, қанағат, рақым, ойлап, дұрыс айтасыз. Және адам көркі шүберек. Тамаша. Тағы? Мен жұмбақ айтқым келді. Өзі қызыл, өзі тәтті, жеген адамды таңы қатты. Алма. Ол да бар, иә. Тамаша. Рахмет сіздерге, әріптестер. Яғни бүгінгі біздің сөзіміз, сіздердің сөзіңізге тағы қоса айта кетейін, қосарым. Адамды адам еткен еңбек. Ал енді еңбек бәрін жеңбек. Сондықтан да біз адам болып қалуымыз үшін, адам болып қалуымыз үшін ең бірінші біз адамгершілік қасиеттерімізді жоғалтпауымыз керек. Яғни бүгінгі біздің өзіңнің мамандығыңды тани білесің бе атты шебер сыныбымыздың ең маңызды кілті бұл адам сөзі екен. Яғни құрметті әріптестер, бүгін сіздерге адамдық жолында адал болуды және кішкентай бүлдіршіндерді адам болып тәрбиелеу жолындағы еңбектеріңізге сәттілік пен табыс тілеймін. Бүгін сіздерге өзімнің атымнан мынандай кішкене сыйым бар, яғни адам деген сіздердің жүректеріңізден осындай әдемі сөз орын алсын. Яғни сіздер болашақ үлкен адамдарды, жеке тұлғаны тәрбиелейсіздер. Сіздерге мынандай менің атымнан сыйлықты қабыл алыңыздар. Сізге рахмет. Ал енді бүгінгі шебер сыныбымызды аяқтай отырып, сіздерге тағы да шығармашылық табыс тілеймін. Үлкен рахмет. Адамды адам еткен еңбек.